Сәлем достар, бүгін біз сіздермен мынандай әдемі гүлдер жасайтын боламыз. Ол үшін бізге қажетті заттар: тіс шұқығыш, таяқша, сызғыш, қайшы, ручка, гофер қағазы және ыстық желім. Ең алдымен гофер қағазын алып, 3,5 см белгілеп қиямыз. Сосын дәл осындай тағы 2 полоска қиып аламыз. Қиып алған 3 полосканы бір-бірінің үстіне қойып, ұзындығы 5,5 см болатындай етіп, сызғышпен өлшеп қиямыз. Ол кезде бізде өлшемі 3,5-да 5,5, 24 штук полоска шығуы керек. Әр полосканы бүктеп алып, тамшы тәріздес етіп қиып шығамыз. Тамшыны 18 штук және 6 штук етіп 2-ге бөлеміз. 18 штук тамшыны тіс шұқығыштың көмегімен жоғарғы 2 бұрышын сыртқа қайырамыз. Сосын ортаңғы бөлігін 2 жаққа ашамыз. Қалған 6 штугының 2 бұрышын сыртқа қайырып, сол қайырылған бетінің ортасын ашамыз. Айтқанда түсініксіз болғанымен, видеода бәрі түсінікті көрсетілген. Енді тамшыларды таяқшаға раушан етіп жинаймыз. Алдымен тамшының ортасына ыстық желім жағып, таяқшаға орап жабыстырамыз. Ыстық желімдерді үлкендердің көмегімен қолданған жөн. Тамшының 6 данасына осылай ортасына жағып жабыстырсақ, қалған 12 дана тамшының ұшына желімді жағып, раушанның сұлбасын шығарамыз. Бағана бұрыштарын теріс ораған 6 тамшыны раушанды төңкеріп, әдемі көрінетіндей ыстық желімнің көмегімен рет-ретімен жинаймыз.
Раушан үлкен көлемді көріну үшін тағы да тамшылардың арасын ашамыз. Енді сабағын жасау үшін жасыл гофр қағазын 1 см көлемінде полоска қиып аламыз. Қиып алған жасыл полосканы таяқша бойымен желімдеп ораймыз. Сол кезде бізде әдемі гүлдің сабағы шығады. Жасыл гофрдан 6-7 см қиып алып, гүліміз шынайы көрінуі үшін видеодағыдай жапырағын жасап, гүлдің түбіне орап жабыстырамыз. Міне достар, мен жасаған гүлдер осындай әдемі болып шықты. Сендер де жасап көріңдер. Менің каналыма жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар.